Ассалаумағалейкум ағайындар. Бүгін біз мына дүкенде сары және жасыл түске тәттілер алатын боламыз. Кім 5 минуттың ішінде көп тәтті жинайды, сол жеңіске жетеді. Ал кеттік! Мен мына жерді іздеп жүргенде Муси бір тәттісін тауып алды. Мен де бірдеңке таптым. Ай, ойлайсыңдар, кім жеңіске жетеді? Біз мына жерді іздеп жүргенде Муси бір тәттісін тауып алды. Суды алды, сары, жасыл. Муси тағы да жасыл су тауып алды. Мен де одан қалмай заттарды алып жүрмін. Так, жоқ болып отыр, кім жеңеді деп ойлайсыздар? Мусиге қараңызшы, кішкентай болып көп нәрсе жинап отыр. Мұқтан қояды еді көрсет. Мынау сары ма, аражы ма деп ойлап отым. Тағы да бірдеңке таптым. Так, смегі көбейіп жатыр Мусидан. Муси жүгіріп іздеп жатыр ғой. Жарайды. Мен де жүгірейін онда. Жүгірсем күшті табады екенсің. Муси жеңетін сияқты. Мына жүгірісіме точно ұттады ғой. Мен де қатты жүгірем онда. Тағы бірдеңке тапты, күшті нәрсе дөйті. Муси мына жерді мақтанып, билеп жатыр, күшті ғып. Мен мына жерді ойланып кетіппін ғой. Тағы да бір сары тауып алдым. Корзинама сап қоясың, ночь. Муси мынаяқта жеңіске жету үшін салфетка алған айтам да. Оны жеуге болмайды, орнына қойғызың, ночь. Той, мына Муси тағы бір нәрсе алды ғой, йо-майо. Бұны жейді ма деп орнына қойғыза онсын ғой. Мына Муси деген бала тойда жүрген сияқты ғой. Муси мен жеңіп кету үшін екеуден алып жатыр ғой. Түнді есептейді, мен де екеу алам. Сар деп ойлап қойсам, вообще сары емес ғой, кішкене сарыға ұқсайды просто. Қайтып орнына қоя салдым енді. Ойнаған соң алдағы ойнай керек қой. Муси точно тойға барғысы келіп тұр ғой. Сөйтіп корзинамызды тойын деп қалды. Муси, былай уақыттырып қояды ғой. 4 минут кетті. Үлгеру керек. Муси мына жерде виски алып жүр ғой, какой-то оны жейді. Былай уақыттырып қояды. Сен мысықсың ба, орнына қой. Мусинің бейін көріңіздер қандай жаман екен. Енді біз тәттілерді санаймыз. Біреуі кетті, 2, 3, мен 4, мынаумен 5, мынаумен 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Менің жинаған тәттілерім 14 болып шықты. Енді Мусиндікін санаймыз. Біреуі кетті, қол жетпей жатыр, мен оған көмектесемін. 2,